айтқаны жақсыға, өлеңде айтқаны өнермен, өнерде алды қызыл тіл қариялары дегенмен. Бір мен емес ермекшіл шығып та жатыр ел-елден, заманға шайыр шығатын келе жатқан ежелден. Неше шайыр өткен жоқ әлімде менен төменнен, әлімнен енді сөйлейін бастаған болмас төменнен. Молда бейім өтіпті мылтықтан шапшаң сөз айтып, қайырып құлақ кезенген. Кебеже құрсақ кең танау жақайымда еспенбет, айтқан сайын сөз өнген, шектінің арыны арлаған, сүрінбеген ежелден елінің бағланы жорғасы секілді құлыны келемген. Назардан шыққаны Есенқұл мұзбалақ тоғыз тіленген, төрт қара дербес бәубектер айтқан сайын үдеген. Қара кесек келемеш кемемес еді кемеден, бәубектен ақтанып өтіпті сөзбенен еліні демеген. Қара сақал ерімбет әзірде жауап еместі, сөзі шыққан тереңнен, әрбір сөзі бар ағымдай болып еленген. Төменде базар жорабай сөз сөйлегені көңілден, шын тұлпардай елеріп сұлулығын шайнап кемірген. Кетеден де сөйлеген қоныстас жақын жерімнен, Шернияз жұртқа мәлімді заманында біліммен. Сөйлегенде Шернияз кімде болса кідірген, хандарға сөйлеп жүлде алған жері жоқ ешбір сүрінген. Кетеден шайыр көп шықты үлгі көріп сол елден, өзі ақыны болғасын қолына қаламы алғасын. Тораяқтың омары Көлдейбек ұлына теңделген. Байұлынан да айтайын жүйріктерін білінген, біздің елде қашқынбай қашқында болып үделген. Сәуірдің қара бұлтындай айтар сөзге түнерген. Неше алуаны сөзі бар ой жадырап кенелген, адайда абыл асқан ер сөйлеген сөзі көлемнен. Шешенлерін айтайын жеті рудың елінен, Әбу Бәкір кердері ойласаңдар білімнің орын алғаны төрінен. Ондай болғаны жан қайда, ол жаралғаны жан еді пейіштің абзал гүлінен. Опасыз жалған дүние-ай осылардың бәрі өлген. Құнанбай ұлы Ибрахим осы заманы боларын көрегендікпен дендеген. Бұл кездегі жыраулар бұрынғы салған ізбенен тек тамағыны іздеген. Кейбіріне қарасам домбыра ұстап қолына құр айқайлап терлеген. Сөз жақсысы ой қашанда наданды қайта жөндеген. Ойланып айтқаны шын сөзі тарқа-тарқайғы ой бедең